есімім Агланова Мұқадас. Мен бүгін сіздерге менің саяхатым атты тақырыбында сөйлеп бергім келіп отыр. Мен жазғы демалысымды сыныптастарымызбен бірге пикникқа шығудан бастадым. Ол жерде барлығы керемет болды, күліп ойнап, есте қаларлықтай сәттер көп болды. Сосын біз мектептің атынан арасыңға бардық. Ол жерде әрбір сыныптан 3-4 адамнан шықты. Менің жақын достарым болған соң уақыт керемет өтті. Сосын біз отбасымызбен тағы арасанға бардық. Ол жерде керемет болды. Күліп, ойнап, барлығы керемет болды. Мен жазғы демалысым айтарлықтай керемет болмаса да, мен үшін есте қаларлықтай сәттерім өте көп. Мен осы жазда көлге бардым достарыммен, қыдырып қайттық. Бір апта қалаға бардық, бассейнге бардық, туған күн тойладық. Доп ойнадық, достарыммен ойнадым, велосипед айдадық, жаттығу жасадым, салмау ішіп қайттық. Сонымен қатар осы жаз маған қатты ұнады. Көңіл күйім де түскен жоқ, кітаптарды оқыдым, сабағымды да жазып алдым. Саяхатыммен жазғы демалыста ата-анамның қасында болдым. Ата-анам бізді қалаға барды. Қалада саябаққа бардық. Ол жерде көптеген әткеншектер бар. Әткеншектерге отырдық. Тағы хайуанаттар бағына бардық. Хайуанаттар бағында неше түрлі маймыл, жолбарыс, аю, қасқыр хайуанаттарды көрдім. Тағы ата-апамның үйіне қонаққа бардым. Ол жерде мен ата-апама көмектестім. Мен жазғы саяхатымда өте көңілді өткіздім. Мен жазғы демалыста көптеген жерлерді саяхаттадым. Алматыда зоопарктағы көп хайуанаттар көп бар екен. Оларды тамашаладым. Сосын мен қызықты кітаптарды көп оқыдым. Олар қызық екен. Маған жазғы демалыс ұнады. Міне, мен жаз бітіп мектепте келдім. Мен жаз бойы Алматыға бардым, кітап оқыдым. Үйдегі жұмыстарға әкеме көмектестім. Жайлауға барып, атқа міндім, ойнадым, достарыммен ойнадым. Сөйтіп, мәне-міне дегенше жазда бітіп қапты. Біз жаз бойы сабақ оқып, өлең оқып, кітаптар оқып, бізге берген кітапты дайындалып, 5-ші сыныпқа дайындалып жатырмыз. Біз биыл 4-ші сыныпты бітіріп, енді 5-ке көштік. 5-ші сыныпта мен өзімді жақсы көрсете білуге тырысамын. Жақсы оқып және сабақтарға үлгермей қатысу керек. Сабақтардың бәрі маңызды. Әсіресе соңғы кездері ағылшын тілдері күрделене бастады. Ағылшын тілі арқылы көп жерге қыдыра және біле аласың. Соның арқасында біз қазір Қазақстан дамытуымыз керек. Сондықтан біз жаз бойы құры жатпай ойнауға болады, бірақ құры жатпай кітап оқып жатайық. Жаз бойы анда-мында кітап оқып, анда-мында ойнаған дұрыс. Сәлеметсіздер ме? Мен 5-ші А сынып оқушысы Сланжан Санжа. Менің жазғы демалысыма саяхат. Мен жазғы демалысында Шарын шатқалына, Алматыдағы Кутаковка сарқырамасына, Көлсайға, Көктөбеге бардым. Әр үкімет төсіне қолайлысын, нағыз қазақ жылқысыз қалай жүрсін. Қазақтың тау жылқысы отырған кезде жылтыраған жұттарың былай тұрсын. Тізгінді бір жіберіп, бірге тартып, жүрген жақсы жылқымен күнде шалқып, жипқа мінген жинөктік жемдерден жылқы мінген шабандосын міне сатып.
Мен 5А сынып оқушысы Сұлтанбекқызы Айжұлдыз. Мен жазғы демалысымды өте қызықты өткіздім. Отбасыммен бірге түрлі жерлерге қыдырып, жақсы көңіл көтердім. Бұл жаз мен үшін қызықты сәттерге толы болды. Мен Құрманбекұлы Мұқият, 5А сынып оқушысы. Мен жазғы демалыста мен Шәлкөде дейтін жайлауға бардым. Ол жердің табиғаты өте әдемі. Және де мен Сұңқар дейтін ауылға бардым. Ол жердің табиғаты әдемі, сайлар, су. Мен ол жерде арасандарға түстім. Және бөлелермен бірге тауға шығып, табиғаттың арасында серуендедім. Мен жазғы демалысымды өте керемет өткіздім. Айтып сөзбен жеткізу мүмкін емес. Менің жазғы саяхатым. Мен қалаға барам, ол жақта менің нағашы ағам болған. Мен ол жақта серуендедім, және зоопаркқа бардық. Зоопаркта аю, қасқа дегендер бар екен. Сосын біз тәтемнің үйіне бардық. Ол үйде гүлдері жайқалып өсіп тұр екен. Кейін біз тұмса табиғатты тамашалауға бардық. Ол жақта тұмса табиғат өте әдемі көркем көрінді. Ол жақ өте қатты ұнады. Ол жақ әдемі және көркем болды. Ол жақта гүлдер және құстар болды.